Көркем мәтінге талдау жасау жолдары интерпретациялық әдіснаманың кешенді үлгісі. Көркем мәтін тек эстетикалық құндылыққа ие тілдік құрылым ғана емес. Ол мәдени жаттың, тарихи тәжірибенің, авторлық дүниетанымның, әлеуметтік психологияның және жеке тұлғалық рефлексияның тоғысқан нүктесі. Сондықтан көркем мәтінді талдау мазмұндау емес, оның ішкі құрылымын, идеялық бағдарын, поэтикалық механизмін, семантикалық қабаттарын ашу үдерісі. Әдеби талдау барысында оқырман мәтінмен диалогқа түсіп, оның мағыналық кеңістігін қайта құрастырады. Осы тұрғыдан алғанда, көркем мәтінге талдау жасау жолдары бір ғана әдіспен шектелмей, герменевтикалық, құрылымдық, нарратологиялық, психологиялық, жанрлық, интертекстуалдылық және мәдени-тарихи тәсілдердің синтезін талап етеді. Герменевтика мәтінді түсіну мен интерпретациялау теориясы ретінде көркем талдаудың негізін құрайды. Гадамердің пайымдауынша, түсіну өткен мен бүгіннің, мәтін мен оқырман көкжиегінің тоғысуы. Бұл қағида әдеби талдауда мәтінді тарихи контекстен бөліп қарастырмауды, сонымен қатар оны қазіргі қабылдау тұрғысынан да пайымдауды талап етеді. Мысалы, Дидар Амантай шығармаларын талдағанда, оның философиялық ой толғамдарын тек сюжет деңгейінде емес, мәдени, өркениеттік дискурс аясында қарастыру қажет. Автор мәтіндерінде экзистенциалдық жалғыздық, өркениеттік дағдарыс, рухани ізденіс тақырыптары жиі көрінеді. Герменевтикалық талдау барысында оқырман мәтін не айтады деген сұрақпен қатар, мен бұл мәтінді қалай түсініп отырмын деген сауалға да жауап береді. Бұл интерпретацияның рефлексивтік сипаты. Құрылымдық тәсіл мәтінді эксперименттер жүйесі ретінде қарастырады. Ролан Барт мәтінді кодтар жиынтығы ретінде сипаттап, оның мағынасы құрылымдық байланыстар арқылы ашылатынын көрсеткен. Осы тұрғыдан алғанда, көркемдік мәтінді талдау композициялық құрылымды, баяндау ретін, уақыт пен кеңістік моделін, символдық жүйені анықтаудан басталады. Нарратология мәтіндегі баяндау механизмін, автор мен кейіпкер арасындағы қашықтықты, имплицивті автор бейнесін зерттейді. Бахтин роман жанрының көп дауыстылығын атап өтіп, автор мен кейіпкер арасындағы диалогтық қатынасты айқындаған. Мадина Омарова шығармаларында баяндаушы кейіпкердің ішкі дүниесіне еніп, оның субъективті қабылдауын көрсетеді. Нарратологиялық талдау кезінде кім сөйлеп тұр, қай позицияда баяндалып тұр деген сұрақтар қойылады. Егер баяндау шектеулі перспективада берілсе, оқырман ақпаратты тек кейіпкер көзімен көреді. Ал егер авторлық баяндау үстем болса, мәтінге бағалауыш интонация айқын байқалады. Психологиялық талдау кейіпкердің мінез құлқын, мотивін, ішкі қайшылығын анықтауға бағытталған. Әдеби талдауда бұл тәсіл кейіпкер әрекетінің астарлы себептерін түсіндіруге мүмкіндік береді. Дидар Амантай шығармалары роман, эссе, философиялық трактат элементтерін біріктіріп, жанрлық гибрид қалыптастырады. Мұндай мәтінді талдауда классикалық роман құрылымын іздеу жеткіліксіз, оның идеялық, философиялық сипатын ескеру қажет. Интертекстуалдық тәсіл мәтіндегі өзге мәтіндерге сілтемелерді, реминисценцияларды, мәдени кодтарды анықтайды. Мадина Омарова мен Дидар Амантай шығармаларында мифологиялық, діни, философиялық ишаралар кездесуі мүмкін. Осындай байланыстарды тану мәтіннің мағыналық өрісін кеңейтеді. Интертекстуалдық талдау бұл оқырманның мәдени дайындық деңгейіне тәуелді. Көркем мәтін белгілі бір тарихи кезеңде дүниеге келеді. Сондықтан оның мазмұнын сол дәуірдің әлеуметтік мәдени жағдайымен байланыстыру қажет. Мысалы, Досхан Жылқыбай шығармаларындағы урбанистік кеңістік, әлеуметтік шиеленіс қазіргі қоғамның көрінісі.
Мәдени тарихи талдау мәтінді тарихи құжатқа айналдырмай, оның көркемдік табиғатын сақтай отырып, контекстпен байланыстырады. Көркем мәтінге талдау жасау жолдары жеке-жеке қолданылғанымен, тиімді нәтиже көбіне солардың синтезі арқылы жүзеге асады. Мысалы, Бақытбек Қадыр әңгімесін талдағанда, алдымен құрылымдық композициясын анықтай келе, кейін нарратологиялық позициясы айқындалып, соңында психологиялық және интертекстуалдық қырлары қарастырылуы мүмкін. Осындай кешенді талдау мәтінді тұтас жүйе ретінде тануға мүмкіндік береді. Көркем мәтінге талдау жасау көп қабатты, динамикалық, интерпретациялық әрекет. Ол мазмұнды баяндаумен шектелмей, құрылымды, жанрды баяндау тәсілін, символдық жүйені, мәдени контексті қамтуы тиіс. Дидар Амантай, Бақытбек Қадыр, Мадина Омарова, Досқан Жылқыбай шығармалары мысалында мәтіннің поэтикалық табиғаты мен идеялық құрылымы әртүрлі әдіс арқылы ашылатыны байқалады. Әдеби талдау дайын формула емес, ойлау мәдениеті. Ал сол мәдениетті қалыптастыру әдеби білімнің басты мақсаты.